Достар, сәлеметсіздер ме? Біз бүгін сіздермен direct and indirect speech тақырыбын үйренетін боламыз. Қазақшаға аударған кезде төлсөз және төлеусіз. Бірінші мысал қарасаңыздар, I have a new car деп біреу айтып тұр. Менде жаңа машина бар дейді. Ал екінші мысалда қараса, he said he had a new car. Ода өзінің жаңа машинасы бар екенін айтты. Яғни direct speech бұл жерде автор өзінің ойын еш өзгеріссіз тікелей жеткізеді де, мысалы жаңа айтып кеттік қой, I have a new car, менде жаңа машина бар деп айтады автор. Ал indirect speechте оны кейде reported speech деп те айтады. Автордың ойы түсіндіру арқылы, жүктеу арқылы жеткізеді. Мысалы үшін мына жерде he said he had a new car, ол айтады өзінде жаңа машина бар екенін. We are quite cold in here. Мына жерде қараңыздар, тағы мысал, біз бұл жерде тоңдық деп айтып жатыр. Ал енді оны indirect төлеу сөзге айналдырсақ, төлеу сөзден they said that they were cold. Олар өздерінің жаурағандарын айтты дейді. Біріншісінде тікелей айтып жатыр да, біз тоңдық дейді. We are cold here. Ал екіншісінде they say that they were cold. Олар өздерінің тоңғандығы туралы хабарлама беріп жатыр. Яғни автордың ойын біз түсіндіру арқылы, жүктеу арқылы өзгертеді екенбіз. Ал direct speechті тікелей аламыз. Төл сөзден төлеу сөзге айналдырғанда кейбір сөздер, кейбір ережелер өзгереді. Соның бірі here сөзі there, this, that, this, those-ға, now, then-ға, today, that-day-ға, yesterday, the day before, ago, before, tomorrow, next day болып өзгереді екен. Жазып алсаңыздар болады. Мысалдарын келтіріп беремін. Қараңыздар. Direct speech'те I had a headache yesterday дедім. Мен кеше басым ауырды. You said you would had a headache the day before yesterday. Бұл жерде yesterday'ді біз ауыстырдық the day before'ға. It's been raining since this afternoon. It's been raining since this afternoon. Бүгін күннен бері, күндізден бері жаңбыр жауып тұр дейді. This деп тұр. Енді мына жерде оны өзгерткенде he said it's been raining since that afternoon. Бұл жерде бұл жерде бізге керегі this-ті біз that-ға ауыстырдық. Yesterday'ді the day before-ға ауыстырдық. Мына жердегі сөздің грамматикалық ережелерін ауыстырдық. Бұны қазір келесі беттен көрсетемін. Ережелер грамматикалар қалай ауысатын. Ал мына жерде сөздер мекен, мезгілге байланысты сөздердің өзгеру ретін көрсететін. Yesterday, the day before, this-ті that-ға ауыстырдық. Міне. Өте оңай. Ал енді ең маңыздысы грамматикалық ережелер, жаңағыдай уақыт, әсіресе шақтар. I have a car деген сияқты, I had a car-ға қалай ауысып кетеді, are, were-ға ауысып кетеді деген сияқты ережелерді қараймыз. Бірінші present simple-да ол do-даспен қолданылатынын білеміз. Ал оны indirect-ға ауыстырғанда, төлеу сөзі ауыстырған кезде ол past simple болады да did-ға ауысып кетеді екен. Do ауысады did-ға, it's-тің бірінші, екінші формасы болады. Келесі present simple-дың am, is, are, it's, is көмекші етістіктермен жасалатыны ол past simple-ға, was, were-ға ауысып кетеді екен. Present perfect have, has екен білеміз. Ол past perfect-ке ауысады. Міне. Past perfect-ке ауысады да had бен үшінші формасымен жасалынады. Present perfect has been, have been түрі past perfect-дің had been түріне ауысады екен. Has been мен have been, had been-ге ауысады екен. Present perfect туралы айтып жатырмыз.
Ал енді past simple'да did'ті көрсеңіздер сіздер, оны сіздер past perfect'ке ауыстырасыздар. Had'ке ауыстырады екенбіз. Ал past perfect'ті көріп тұрып had бенен үшінші формада жасалған көрсеңіздер, онда ол indirect, яғни төлеусізде past perfect'тің had, яғни verb 3 менен ауысады, яғни өзгеріссіз қалады екен. Past perfect тегі had been формасын көрсеңіздер де, олар еш өзгеріссіз дәл солай қала береді екен. Жазып алыңыздар достар, сіздерге керек болады. Жазу керек, жаттау керек. Басқаша үйрену қиындау болады. Бір көріп қоя салғаннан адам үйренбейді. Жазу керек, жаттау керек, жаттығу жасау керек. Сұрақтарыңыз болса, комментарияға жаза кетесіздер ғой. Енді future simple'ға келетін болсақ, future simple өлмен жасалған кезде, оны would бенен бірінші формасына, етістің бірінші формасына ауыстырады екенбіз. Ал future simple'дың will be мен келсе, онда would be-ға ауыстырады екенбіз. Future perfect'ті көретін болсаңыздар, ол яғни will have бен болса, оны would have деп ауыстырады екенбіз. Indirect'қа, direct'тен indirect'қа, төлсізін төлеусізге ауыстырады болса, осылай осы ережені қолданамыз. Осы шақтардың ережені қолданамыз. Future perfect will have been формасын көрсеңіздер, онда would have been-ға ауыстырады екенсіздер. Жаттап алыңыздар, жазып алыңыздар, міндетті түрде практика жасаңыздар. Ал енді сұрақ қойған кезде қалай болады деген сіздерде сауал туындауы мүмкін. Мысал үшін қараңыз, оны біз төлсізін төлеусіз айналдырған кезде if шылауын қолданады екенбіз. Do they live here? Олар осында тұра ма деді. You asked me if they lived here. Олар осында тұра ма десе, you asked me if they lived here деп ауысады екен. Жаңағы live, do дегеніміз жаңағы өткен шаққа ауысып кетті. Lived, did дегеніміз өткен шақ қой, lived деген соның астына өтіп кетті. Do they live here? You asked me if they lived here. Do you speak English, Marat? He said, do you speak English, Marat? He asked me, Marat, if he spoke English. Spoke ауыстырдық, көрдіңіздер ме? Ал мына жерде if қойдық. He asked Marat if he spoke English. Ол айтты. Марат, сен ағылшынша сөйлей аласың ба? Ол Мараттың ағылшынша сөйлей алатындығы туралы сұрады. Мараттың ағылшынша сөйлей алатындығы туралы сұрады. Өзгертіп, жүйелеп айтып тұр бұл жерде. Бұл doға қатысты, яғни do болса, яғни if-пенен қолданады. Ал егерде what, where, when болса, басқаша болады. Мысал қараңыз, where do you live? Олар қайда тұрады деп сұрадым мен мысалға. You asked me where they lived. Бұл жерде тек қана өзгеретіні мына формасы, live формасы ғана өзгереді екен, яғни соңғы тұрған етістік. Where орнында қала береді, they lived болды. Негізгі мағынасы өзгермейді, тек қана мынау where наға кеп тұра салады. Так, when are you leaving деді, сен қашан қайтасың деді. He asked us when we were leaving. Көрдіңіздер ме? Бұл жерде де дәл сондай. When орнында келе салды, you we-ға ауысты, are were-ға ауысты, leaving сол күй қалды. Өте оңай. Яғни what, where, when, who деген сынды сұрақтарды көрсеңіздер, онда оларды өз орнына қоясыздар, тек қана альтернативті формасын ғана ауыстырады екенсіздер. Достар, direct және indirect осы, яғни төлсізін төлеусізге айналдырасыздар. Төлсіз дегеніміз негізгі ойды тікелей жеткізеді, ол сол айтты. Ал төлеусіз дегеніміз оның сол айтқандығы туралы жүйелеп жеткізесіздер. Сіздерге айтарым, оқыңыздар, оқыған әрқашан озады, білімдінің күні жарық.
менің YouTube каналыма жазыла кетіңіздер. Алдағы уақытта бұдан да жақсы видеолар шығады. Ағылшын тілін үйренуге қажетті керекті видеолар салып отырамын. Сау болыңыздар.